Сәлем. Мен енді тағы да 5 жейм, өйткені менің 5-ім өтіп кетіпті. Сол видеом ғана өтіпті. Андай. Мынау нет. Шұжық. Қазы. Бұл жерде ассорти. Қой да бар, сиыр да бар, жаңағы мынандай қазы бар. Сіздер мені қайда жоғалып кетті деп ойлаған шығарсыздар. Кейбір қыздарым маған жазыпты сөйтіп. Қайда жоғалып кеттіңіз деп. Мен қайда жоғалған жоқпын. TikTok басталып кетті ғой. Ақша көп тауып жатыр деп. Кірсең бітті, ақшаның астында қаласың деп. Сосын мен TikTok ашқам. Монетизированы аккаунт. Соны аштым да. Басында нормальный болған. 200 мыңға жуық ақша жиналып қалған. Ойбай, мынау керемет екен ғой деп. Ары қарай түсіре бергем. Бірақ ол жерде менікі не оригинальный контент болған. Короче, біреудің видеоларын ұрлап салған ғой. Соң кейін TikTok, оказывается, ондайда нетпейді екен, авторские права деп. Соң ақшамды кесіп тастады. Соң Астанада аэропортта отырған. Сол шетте отырып, сол TikTok'ымды ашып қалсам, ішінде 80 мыңға жуық тұр, соны шығарып ал деп жазып қалған ғой. Сол аэропортта асығып отыр бәгіне. Каспийға аударғасын қойып барамын ана. Тағы алып қойды екен деп ша. Сөйтіп, сол бір 80 мың алдым. Сонымен болды. Сен сондай TikTok'ың жаңағыдай сондай неоригинальный контент болып дисквалификация болса, онда нені атпайды екен видеоларын. Сонымен қазір жерде видеолар атпайды, бірақ өшірген жоқ TikTok'ымда. Тұр. Тұрғанда салып жүрмін мен оған видео. Бірақ ақша келіп жатқан жоқ. Алдында тез болған ғой. Сонымнан YouTube'ға вообще кірмей кеткенмін. Соның әлі күні ашсам 5 бармағымды ғана көрген ғой. Қалған ешкім ештеме көрмепті. Көрмесе қойсын. Соны ойладым. Еще маған асмыр сыбыр етіп отырған надоел уже. Мен білдім, что мен сыбырлағым келмейді. Осылай сыбырламай асмыр түсірем. Маған бірінші кіріп отырсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Осылай мен өсек күшті айтам. Жұмыста мен ең бірінші өсекшімін. Бәрі қызығады. Қалай күшті сен айтасың дейді. Жерде қыздар, кейбір қыздар рахмет сендерге. Тамақ түсіріңіз деп маған идея айтасыздар ғой.
Мен суши пицца жей алмаймын, мен ұнамайды. Сонда мен не түсіремін? Бес бармақтан басқа. Или не түсірсем екен. Кеспе түсіріп отырмаймын ғой енді. Мен еще диетадамын. Короче, обед ішем. Ну, до 3 можно. Соң болып тамақ ішпеймін мен. Еще диетада болып, еще мукбанг қалай түсіресің білмеймін. Өткен вообще семіп кеткем. Былтырғы киімдерім сыймайды. Соң кейін диетаға солай отырдым. Андай пып ұстағым келмейді, потому что одан анан жеуге болмайды, мынаны жеуге болмайды. Соны өзіме өзім диета жасадым. Түстен кейіннен бастап тамақ ішпейін деп, таңертең кейін тамақ ішпеймін. Су ішем. И представляете, мен жетпіс болып кеткем ғой, семіз. 68-ге түстім, солай түстен кейін тамақ ішпей. Енді қонаққа барған жаман. Сол кезде ішіп қоясың. Еще солай ішіп жүргеннен кейін желудогым кішірек кеткен ғой. Көп тамақ жей алмаймын. Алдында шалпылдап кешке дейін тамақ жейтін. Ойбай, түнгі 12-ге дейін ұйықтамасам да тамақ жеп отыратын ғой. Қазір қойдым ондайды. Қойып кеттім уже. Енді осы ютубымды қайтадан ары қарай жүргізе берем. Вообще тасқанда қолмен жеңіздер. Тәтті қолмен. Не знаю почему. Разница большая, но қасықпен жегенмен и былай жеген. Қонаққа барсам да қолмен жеймін. Енді общий тамақтан емес, тарелкадан емес, ойлап қалмаңыздар. Өзім алдыма салғанда. Анау мәдениетті, сондай адамдардың көзінше солай мәдениетсіз болып жеп отырам. Шүйкімсіз болып.
Vay doydum. Еще простуда болып тұрмын. Салфетка қапты ғой. Алып келін. Так. Так, енді сорпа ашуым керекпін. Өйткені простудамын. Андай лимон қосам. Так что рахмет мені көргеніңізге.